әр нәрсенің жігіттер біліп алыңыздар, дінде құлшылықтар бар ғой, зекет, қажылық, намаз, ораза деген құлшылықтар бар ғой, соның жемістері болады. В конечном итоге, что это тебе даст? Конечный результат его намаза, поста, хаджа, заката. Какой предел, какой итог будет? Что это тебе даст? В каждом вот этих поклонениях есть свои результаты, конечно. Құранда Алла Тағала айтады намаз туралы. Инна солята танха анил фахшай вал мункар. Намаз дейді, сені лас, күнә, сөздерден, істерден тоқтатады дейді. Намаздың мақсаты ол сені күнәдан тоқтату үшін келген. Сен егер намаз оқып жүріп, сен ғайбат айтып жүрсең, намаз оқып жүріп, жаман нәрсеге қарап жүрсең, намаз оқып жүріп, сен жаман сөздерді тыңдап жүрсең, сенің намазың саған, сен намаздан жеміс жоқ, намаздың логикасын жасап жатқан жоқсың. Тура сол сияқты зекет. Хуз мин амуалихим садақатан tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Олардың малдарынан зекет ал дейді. Олардың өздерінің жандарын тазалау үшін, және де олардың малдарын тазалап беру үшін дейді. Зекеттің мақсаты адамның жанын тазартады. Сол беретін зекет малдарың бар ғой, 40 қойдан 1 деген сияқты. Сол малдарыңды тазартып қоясың, біреуін беру арқылы 39-ын тазалап қоясың.